Ассалаумағалейкум достар, бұл New Sport арнасы. Достар, сіздерге осындай MMA немесе бокс туралы хабарлар қызық болса, осы арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше мен видеоны бастадым. Өткен жаздың соңында қазақстандық бокс жанкүйерлерінің қалың армиясы қазақ стилі деген лақап атқа ие Жәнібек Әлімханұлының арманы орындалды. Боксшымыз ресми түрде WBO нұсқасы бойынша орта салмақтағы кәсіпқой әлем чемпионы болып жарияланды. Содан кейін бұл Қазақстан өкілінің даңқ жолындағы үлкен қадамы болып көрінді. Дегенмен отандық кәсіпқой әзірге уақытты ғана белгілеп жатқандай. Жәнібектің чемпиондық титулды бірінші қорғауындағы қарсыласын Дензел Бентлиге, ал Жәнібек Стивен Батлердің чемпиондық титулды екінші рет қорғауындағы қарсыласын шын мәнінде үздік боксшыларға жатқызуы тым қиын. Содан кейін британдық отандасымызға нағыз жекпе-жек көрсете білді. Рас, біздің елде көпшілік қазір айтулы қарсыластарын баурап алу үшін Әлімханұлы сол шайқаста барын салған жоқ деп есептейді. Дегенмен өздеріңіз білесіздер, қанша адам соншалықты көп пікірлер. Knuckles and Gloves Boxing Radio подкастының жүргізушісі Патрик Коннор тілшімен Жәнібек Әлімханұлының кәсіби мансабының дамуы және оны сапалық жағынан жақсарту мүмкіндіктері туралы пікірімен бөлісті. Патрик Жәнібек Әлімханұлының алдағы WBO тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағын Стивен Батлерге қарсы қорғайтыны туралы не айтасыз? Батлер мықты күрескер. Ол Жәнібекті еңбекке баулуы керек. Яғни мұндай жекпе-жекті сәйкессіздік деп санамайсыз ба? Мен бұл сәйкессіздік деп ойлаймын. Ал Батлер мүлде Жәнібекпен бір деңгейде емес. WBO бұл жекпе-жек не үшін қажет? Ұйым одан не ұтады? Мен WBO-ның бұл жекпе-жектен ұтатынына сенімді емеспін. Бірақ бұл ұйым міндетті қорғауды және тағы басқа тағайындау кезінде ең кездейсоқ болып көрінеді. Қазақ стиль алдағы жекпе-жегінде қиындық тудыруы мүмкін бе? Менің ойымша, Жәнібек бұл жекпе-жектің оңай жеңуі керек. Қазіргі уақытта қазақстандыққа мықты қарсыластарды күтудің қажеті жоқ па? 2 жылдан бері алаңнан шыққан Джермал Чарло дивизион деңгейінің жоғарыға қарай өсуін шынымен бәсеңдеткен сияқты. Өкінішке орай, бұл да қазір өте жақсы дивизион емес, және онда үлкен есімдер көп емес. Сондықтан Жәнібек үлкен жекпе-жек үшін супер орта салмақ дәрежесіне ауысуы мүмкін. Сіздің ойыңызша Боб Арум Жәнібек Әлімханұлымен болған жағдайда қолдан келгенін бәрін жасап жатыр ма? Қазақстандық үмітсіз жағдайда қалған сияқты. Топ-ранктың испандық емес шетелдік жауынгерлермен тәжірибесі аз. Олар Наоя Инуэде ақш-та насихаттау үшін шынымен де күресті. Жәнібекпен аз да болса жақынырақ жұмыс істегеннен қатты қалаймын. Бұл сөзсіз.